Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен шайға тез дайын болатын, өте дәмді, жұп-жұмсақ, нәзік кекстердің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үстіне крем жағып, капкейки жасасаңыздар тамаша болады. Жұмыртқаға қант қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. 3-4 минут асықпай жақсылап араластырып аламыз. Сонда кекстер өте нәзік, үлпілдек болады. Осындай болып ағарғанша. Үстіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары май қосамыз. Немесе микротолқынды пеште кішкене ертіп алсаңыздар болады. Сливки құямыз. Менде 33%. Ванильді қант қосамыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Үстіне еліктен өткізілген ұнды саламыз. Қамыр қопсытқыш. Бәрін жақсылап миксермен араластырып аламыз. Қамырды лопатканың көмегімен осылай араластырып аламыз. Қамыр өте үлпілдек, нәзік болып шығады. Кекстің формасына 3-тен 2 бөлігіне қамырды салып шығамыз. Формамыздың ішіне қағаз, қалыптар салып шықсаңыздар болады. Мінекей бәрі дайын болды. 170 градус қысып тұрған пешке 25 минутқа саламыз. Кекстер дайын. Жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Рецепт ұнаса лайк басып комментарий жазыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.